Хит микс торттар екінші бөлім. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. 4 тортқа бірдей етіп жасап аламыз. Қазір біз 4 тортқа 1600 грамм крем чизі салып жатырмыз. Сливкиді де 4 еселеп құйып жатырмыз. Құмшекерімізде дәл солай 4 еселенген 530 грамм. Барлығының астына рецептерін жазып қойдым. Ал енді кремімізді біркелкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Ал енді ең алдымен смородинка тортын жасаймыз. Ол үшін бізге қатырылған смородинкадан 60 грамм керек. Кез келген замороженный өнімдермен жасай берсеңіздер болады. Голубика, черника, смородина қалауларыңызша жасай беріңіздер. Мен қазір смородинкадан жасап жатырмын. 60 граммды жақсылап миксерлеп аламыз. Мынау біздің бисквитіміз. Бұл әбден суығаннан кейін барып кессеңіздер, сонда идеальный әдемі болып кесіледі. Бисквитті 3 бөлікке бөліп аламыз. Смородинкамызды блендермен жақсылап езіп алдық. Енді осыны кремге қосып араластырып, ыңғайлы болу үшін мешокқа кремімізді салып аламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасаңыздар. Бірінші бисквит, одан кейін пропиткаға сүт пен қант бірдей мөлшерде болу керек. Және де оның үстіне кремімізді, тағы да бисквитті, пропитка, крем, ең соңында бисквитті жауып, сыртын жақсылап қаптаймыз. Бірінші осы күйінше 2-3 сағатқа пропиткаға, холодильникке қоюды ұмытпаңыздар. Сонда тортымыздың сырты идеальный болып, әдемі болып шығады. 2-3 сағат холодильникте тортымыз мұздады. Енді сыртын қаптайтын боламыз. Бұл торт биылғы жылдың хит торты. Дәмі де өте ерекше. Дәл мороженыйға ұқсайды кремі. Ойланбай клиенттеріңізге осыны ұсынсаңыздар, ең ходовой, ең өтімді торттардың бірі. Шпательдің көмегімен бір тегіс етіп, сыртын толығымен кремді жеткілікті түрде жағып шығыңыздар. Осымен біздің смородинка тортымыз дайын болды. Өз қалауларыңызша үстіне түрлі ягодаларды қойып шықсаңыздар болады. Бірден кеспес бұрын тағы да холодильникке 2 сағатқа қойыңыздар.